қанша жұмсақ әрі кішіпейіл жүректі сүйіспеншілік достыққа келгендер бірлік боп басталсын. Біртұтас тәрбие бар әлемді құрайды, бірге болса шамалы. Білгір кітапханасы жобасы байқауының қатысушысы мен Тілеулина Фарида Алмасовна 1989 жылы Атырау облысы Құрманғазы ауданында дүниеге келдім. Қазіргі таңда Жаңбыршы ауылының келінімін, 4 баланың анасымын. Жұмыс орным Махамбет ауданына қарасты Талдыкөл орта мектебінің коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Мамандығым кітапханашы. Жалпы еңбек өтілім 11 жыл. Соның ішінде 5 жыл кітапхана саласында абыроймен еңбек етіп келемін. Ахмет Байтұрсынұлының 153 жылдығына арналған Ахмет оқулары атты әдеби танымдық іс-шара өткізілді. Іс-шараның мақсаты оқушыларға ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен еңбектерін таныстыру, ана тіліне деген сүйіспеншілік пен құрметке тәрбиелеу. Шараға 5-ші сынып оқушылары мен сынып жетекшісі Есмұханова Айнагүл қатысты. Оқушылар ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқып, шығармашылығы туралы ойларын бөлісті. Бұл іс-шара баланың тілге деген қызығушылығын арттырып, рухани әлемін кеңейтті. Қыркүйек айында тіл мерекесіне орай Ахмет Байтұрсынұлының 153 жылдығына арналған Ахмет оқулары атты әдеби танымдық шара өткізілді. Іс-шараның мақсаты ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығын дәріптеу, оқушылардың ана тіліне деген, әдебиетке деген қызығушылығын арттыру, шығармашылық ойлауын, мәнерлеп оқу дағдыларын дамыту. Шараға 8-ші сынып оқушылары, сынып жетекшісі Зухра Қайырлиевамен бірге белсенді қатысты. Олар Ахметтің өмір жолы, ғылыми еңбектері, өлеңдері мен аудармалар туралы тың деректермен бөлісті. Оқушылар ақынның шығармаларын мәнерлеп оқып, өз арна өлеңдері мен шығармашылық жұмыстарын ұсынды. Қатар Ахмет кім атты викторина ұйымдастырылып, оқушылардың танымдық қабілеті сыналды. Бұл іс-шара оқушылардың тілге деген сүйіспеншілігін арттырып, алаш ардақтысына деген құрметін тереңдетті. Өмірлік ұстанымым: пайда ойлама, арды ойла, талап қыл артық білімге, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге. Абай Құнанбайұлы. Бұл сөз менің өмірлік ұстанымым. Себебі адам пайдадан арды ойласа, артық білімге ұмтылса, тұлға ретінде өседі. Ал артық білімнің кілті кітапта. Мен кітапханашы ретінде осы жолмен келе жатырмын. Осы балалар кітапханасының жобасын іске асыру мақсатында кітапханамда өз жобамды бастадым. Үздік оқырман жобасы. Мақсаты мектеп оқушылары арасында кітап оқуға қызығушылығын арттыру, оқушылардың танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, әдебиетке деген қызығушылықтарын ояту, оқушылар арасында әдебиетке деген маңыздылығын түсіндіру және оларды кітап әлеміне тарту.
Оқушылар кітапханадан кітап алып оқып, мазмұнын айту. Оқушылар кітапты жай ғана алмай, кітапты түсініп, мазмұнын айта білуде. Сол арқылы ысмайылық жинау. Бұл дегеніміз оқушыларды жан-жақты аша білуіне, ойын анық жеткізе білуіне көмегін тигізеді деген ойдамын. Үздік оқырман жобасының нәтижесі 18 наурызда анықталады. Оқушыларға мектепшілік мадақтамалар мен сыйлықтар берілетін болады. Және ең көп ысмайылық жинаған 5 оқушы анықталып, кітапханада стенд жасақталып, 1 жыл бойы фотолар ілініп тұрылатын болады. Үздік оқырман жобасының нәтижесі 18 наурызда анықталады. Оқушыларға мектепшілік мадақтамалар мен сыйлықтар берілетін болады. Және ең көп ысмайылық жинаған 5 оқушы анықталып, кітапханада стенд жасақталып, 1 жыл бойы фотолар ілініп тұрылатын болады. Бұл жобамда жылдан жылға арттырып, оқушыларды кітап оқуға шақырып, қызығушылықтарын арттырамын деген ойдамын. Ертегі ақын жазушылардың өлеңдеріне қызығып, өлең жазып, болашақта ұлы Абайдай ақын болатын шәкірттер шығатынына сенімім мол. Осы жобаның қорытындысы бойынша оқушыларға ысмайылдіктер санына, оқыған шығармаларына орай ертекші бала, үздік оқырман, әңгімешіл бала, фантаст оқушы, ақын бала деген номинациялар беріп, ынталандыру сыйлықтарымен марапатталады.